Біздің өзімізді қоршаған табиғаттың әдемілігі мен сан алуандығын күн сайын көруге бойымыз үйреніп кеткен. Ол жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрін тудырды. Дегенмен осылардың біразына қауіп төніп тұр. Олардың жер бетінен жоғалып кетуі әбден мүмкін. Мұндай үрдіс бұрын да болған. Соңғы 500 жылда біз өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі 850 түрден айырылдық. Ал қызыл кітап сирек кездесетін түрлердің жоғалып кету мәселелеріне назар аударту үшін жасалынған. Ол алғаш рет 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау халықаралық одағы құрылған кезде пайда болды. Бүгінде қызыл кітапты осы ұйым шығарады. Неге оны қызыл деп атаған? Бұл түс тоқта, жойма деген мағынаны білдіреді. Қызыл түс қауіп қатер таңбасы. Бағдаршамның тыйым салу жарығының қызыл болуы тегін емес. Көрдің бе? Тоқта. Шындығында бұл кітапты қызыл емес, түрлі түсті деп атау қажет еді. Оның парақтары қара, қызыл, сары, жасыл, сан алуан түсті. Бұл да әдемілік үшін жасалынбаған. Қара беттерде жойылып кеткен түрлер тізімі беріледі. Мысалы, енді ғаламшарымызда теңіз сиыры жоқ, оны 2,5 ғасыр бұрын жоғалтып алдық. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Ғалымдардың болжамы бойынша жуық арада ілбіс немесе қар барысы секілді жануарлар әлемінің бір өкілін жоғалтып алу қаупінде тұрмыз. Биік тауларды мекен ететін осы бір әдемі жануарды тірі табиғатта кездестіру мүмкін емес. Олардың қалған санын ешкім білмейді. Браконьерлерді оның әдемі терісі қызықтырады. Уссури жолбарысы да жойылу қаупі алдында. Олардың бар әлемдегі саны жарты мыңдай ғана. Оны аулауға тыйым салынған. Қытайда уссури жолбарысын өлтірген браконьерге өлім жазасы кесіледі. Қызыл кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Мысалы, ақ аюлар немесе қоқиғаздар. Ақ беттерінде қашанда саны аз болып келген жануарлар тізімі берілген. Мысалы, көк кит. Сұр беттерінде зерттелмеген, тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі. Оған орасан зор жылан, анаконда жатады. Осы бір қауіпті бауырымен жорғалаушы да қызыл кітапқа енгізілген. Қызыл кітапта жасыл беттерде бар. Бұл ғалымдар мен жабайы табиғатты қорғаушылардың мақтанышы мен үлкен жеңісі. Онда жойылып кету қаупінен аман қалған түрлер енгізілген. Мысалы, құндыз. Қызыл кітап дүркін-дүркін қайта басылып отырады. Оған жаңа түрлер енгізіліп, ал бұрын енгізілгендері бір беттен екіншісіне ауысуы мүмкін. Мысалы, сарыдан қызылға ауысатындар саны жылдам төмендеді. Немесе керісінше, қалпына келтіруге мүмкіндік болғандар. Жасылға ауысатындар саны артты. Халықаралық қызыл кітаптың соңғы нұсқасына сүтқоректілердің 305 түрі мен тұқымдасы, 258 құс, 98 бауырымен жорғалаушы, 40 қосмекенді, балықтардың 193 түрі мен тұқымдасы енгізілген. Жануарлар неліктен жойылады? Себеп көп, бірақ оның көбі адам әрекетімен байланысты. Біріншіден, сирек кездесетін аңдар мен құстарды браконьерлер құртады. Екіншіден, тіршілік ету ортасы өзгереді. Ормандар оталып, өзендер мен көлдер құрғатылады, немесе су қоймасы жасалады. Жануарлар мен құстар жаңа орта іздей бастайды, бірақ бәріне қолайлы орта табылуы неғайбыл. Адамның ауыл шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде де нұқсан келіп жатады. Зиянкестерге қолданылатын әртүрлі тыңайтқыштар мен құралдар жәндіктер мен жануарларға шығарылған өлім үкімі іспеттес. Тағы бір фактор – ластанған қоршаған орта. Өндірістік қалдық сулар су қоймадағы балықтар мен балдырларды жоюда. Қоқыс тастайтын жерлер тіршілік ортасын жарамсыз жерге айналдыруда. Мұнайдың төгілуі секілді ірі апаттар қоршаған ортаға үлкен зардабын тигізуде. Әрбір елдің экология, қоршаған орта және бағалы түрлерді сақтау жөніндегі өзі шығаратын қызыл кітабы болады. Қазақстанның өз қызыл кітабы бар. Оған 40 сүтқоректі, ілбістер, тянь-шань қоңыр аюлары, сабаншылар, қызыл қасқырлар, құстың 57 түрі, мысалы қоқиғаз, бір қазанның 2 түрі, қортық бүркіт, қарақұс. 10 бауырымен жорғалаушы, сұр шұбар кесірткелер, сары бауыр қара шұбар жыландар, 3 қосмекенді, жетісулық бақатыз, орта азиялық бақа, Данатин құрбақасы және балықтың 18 түрі енгізілген. Өсімдіктер тізіміне 50-ден астам түрі енгізілген. Аққайың,
Батпақ қазанағы, пісте, таушымылдық, қызғалдақтың сирек кездесетін түрлері. Қазақстанда бүкіл әлемде қызыл кітапқа енгізілген түрлер ерекше қорғауда болады. Сирек кездесетін жануарларды аулауға тыйым салынған, браконьерлерге қолданылатын жаза қатаң. Мысалы, қар барысын өлтіру әрекетіне салынатын айыппұл көлемі 3,5 миллион теңгеден асады. Сирек кездесетін түрлерді не үшін сақтау керек? Жоғалып кетсе де жаңа түр пайда болады ғой. Алайда жердегі тіршіліктің өзі, мұның ішінде адам да бар. Онда қандай жануарлар мен өсімдіктердің бар екендігіне тығыз байланысты. Оның бірінен айырылсақ, екіншісі қауіпке душар болады. Әрине, біздің ғаламшарымыз мұндай ғажап болмас еді, егер ондағы тіршілік иелері сан алуандығымен ерекшеленбесе. Тым болмағанда күн сайын қоршаған ортамыздың осындай әсемдігіне бөлену үшін де қай түрді болса да сақтап қалу керек.